Химияны нөлден бастап үйренгіңіз келсе, менің арнама жазылып алыңыз. Менің арнамда сіз де осындай нәтижеге жететін боласыз. Яғни маған көптеген комментарийлер келеді. Осы видеолардың арқасында тесттен 30 балдан жоғары алдым, және де түсінбеген затымды көптеп түсініп алдым деген сияқты өте көптеген комментарийлер келіп жатыр. Бір оқырманның сұрағына жауап бергім келіп отыр. Бұл сұрақта осындай реакция теңдеуі көрсетілген екен. Осы реакция теңдеуін электрондық баланс әдісі арқылы теңестіретін боламыз. Бұл тақырып, яғни тотығу тотықсыздану. Бұл жерде реакциядан кейін бұлардың әр химиялық формуланың тотығу дәрежелері өзгеріп отырады. Мысалы, мынау реакцияға дейін деген стрелкаға дейін, бұл реакцияға дейін деп айтылады. Бұның реакцияға дейінгі мынау химиялық формулалардың тотығу дәрежелері реакциядан кейін өзгеруі мүмкін. Осы өзгерген заттарды біз астына жазу арқылы, электрондық баланс құру арқылы біз осы химиялық реакцияны теңестіріп үйренетін боламыз. Химиялық реакцияны, осындай күрделі реакцияларды теңестіруге байланысты бірнеше видеолар бар. Осында қойып кетемін. Көріп, үйреніп алсаңыз болады. Және де осы реакцияны қазір тотығу дәрежелерін үйретіп түсіндіретін боламын. Бірінші мынау жай зат, цинк деп тұр. Егер кез келген элемент осындай жеке түрде, жеке жалғыз өзі тұратын болса, ешқандай қосылыс болмай, тек өзі, мысалы мырыш элементі өзі ғана тұр. Бұндай жағдайда элементтің тотығу дәрежесі 0-ге тең болады. Мінекей мынау элементке бір шекесіне біз 0 деп қойдым. 0 деп қойдым, яғни бұл 0 тотығу дәрежесін көрсетеді деген сөз. HNO3 оттегі әрқашан -2 жазып қояйық. Білетін заттарымызды бірінші жазып аламыз. Сутегі плюс әрқашан. Әрқашан плюс сутегі, әрқашан оттегі -2. Және де оттегінің неліктен -2 болатыны туралы менің арнайы видеом бар. Сол видеоны көріп біліп алсаңыз болады. Тұрақты, яғни бұлар. Енді ортадағы азотты табу үшін -2-ні 3-ке көбейтеміз 6, яғни минус жағы -6-ға тең екен, плюс жағы да 6-ға тең болу керек. Енді тек қана бізде сутек қана 1 болып тұр. Дәрежемен индексті көбейтеміз, 1 көбейту 1, иә. 6 болу үшін 1-ге неше жетпейді? Әрине 5 жетпейді. Сондықтан да азоттікі плюс 5 болады. Мына жерде 5-ім ұқсамай қалды, бірақ мынау плюс 5, азоттікі плюс 5. Одан кейін мына жерде цинк. Цинк мынау жақша сыртында болғандықтан жақшасы бар. NO3-тің жақша сыртында 2 деп тұр. Бұл 2 дегеніміз мынау цинктің тотығу дәрежесі, яғни цинкта тұрақты болып келеді. Бір-біріне жазылады. Мына жерде 2 элемент ретінде қарастыруға болады, өйткені NO3 деген өзі бұл қышқыл қалдығы, екеуі бірге жүреді. Әрқашан NO3 деген, яғни кәдімгі азот қышқылының қалдығы, HNO3-тің NO3-і. NO3 әрқашан минус, ергіштік кестесіне қарасақ минус, NO3-тікі тотығу дәрежесі. Ал цинктікі мына жерге, мынау -1 мына жерге түскен, бұл 1 жазылмайды. Мынау 2, яғни цинктің тотығу дәрежесі 2, сондықтан былай түскен ғой. Сонда 2 деген мынау цинктікі, яғни плюс 2 деп осыдан ақ көруге болады екен. Ал мынау 1 дегеніміз жазылмайды мына жерге. 1 жазылмай, осылай жазылмай тұрады екен. Енді мынау ішіндегі заттардың білу үшін оттегі әрине -2, және де мынау N-дікін білу үшін, яғни азот қышқылындағы тотығу дәрежесі плюс 5. Яғни бұл жерде де плюс 5 сақталады екен. Яғни бұл жерде осындай қышқыл қалдығы болған кезде, қышқыл қалдығы болғандықтан, яғни бастапқы HNO3-тің құрамындағыдай құрамы сақталады. Осылай жазып қоямыз. Қараңыз, мына жерде де HNO3, NO3, міне. Тура осы тотығу дәрежелер. Бұл жерде ең бастысы мынау жақша сыртындағы тотығу дәрежесі -1, ал мынау плюс 2 цинк. Одан кейін мына жерде оттегі -2. Қараңыз, мына жерде 2, бізде оттегінің 2 екенін білеміз, және мына жерде 2 тұр. Бұл мынау 2, мына жерге 2 болып тұрмайды. Өйткені бұл жерде 4 болады. Қараңыз, -2-ге 2-ні көбейтсек -4, яғни сонда плюстың саны да 4 болу керек. Ол үшін әрине мына жерде плюс 4 болады. Плюс 4 пен мына жерде 1 бар, 1-ді көбейткенде плюс 4 пен -4 бір-біріне тең. Яғни минустар мен плюстер саны бірдей болу керек. Яғни бұл жерде N 4 валентті. Мына жерде су оттегі -2, сутек плюс 1 екен. Енді осы жерде өзгерген тотығу дәрежелерін қарайық.
Тотуу дәрежелері өзгергендер бұлар. Мынау цинк өзгерген, цинк 0-ден +2-ге қарай өзгерген, азот +5-тен +4-ге қарай өзгерген. Осы өзгергендерді астына екі қатар бойынша жазып қоятын боламыз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз, және де осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл тоту-тотустану электронды қанша электрон қосып алады, қанша электрон беріп жібереді, мен өте ап-анық түсінікті етіп үйрететін боламын. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл жерде қарайтын болсақ, тоту дәрежелері өзгерген тоту дәрежелері, яғни 0-ден 2-ге дейін. Біз санағанда 1, 2, 3, 4, 5 деп санаймыз. Сол сияқты бұл жерде реттілік бар. 0-ден кейін 1, содан кейін 2, яғни өсіп отырғанын көруге болады. Біріншісінде өсіп отыр. 0-ден 2-ге қарай өскенін байқаймыз, өсіп отыр. Енді 5-тен 4-ге қарай кішірейген, яғни кеміген. Яғни 5-тен 4-ге қарай керісінше болып тұр. Бұл жерде, яғни кемуді байқап тұрмыз. Кему. Біз ойлаймыз, мысалы, өскен кезде қосып алған шығар деп ойлаймыз. Мысалы, электрондарды берген ба, қосқан ба түсінбейміз. Мысалы, ең бірінші біз осындай тоту дәрежесіне қарап аламыз да, тоту дәрежелері өскен ба? Реакцияға дейін, реакциядан кейін салыстырамыз. 0-ден кейін 2 тұра ма? Иә, тұрады. Яғни бұл өскен, өскен. Яғни біз ойлап қалуымыз мүмкін, өскен болса, бұл электрон қосқан шығар деп. Керісінше өтеді бұл жерде. Яғни өскен болатын болса, 2 электрон беріп жіберген. Өскен болса, беріп жіберген. Электронын беріп жіберіп, тоту дәрежесі өсіп отыр деген сөз. Сонда мына жерде қараңыз, 0-ден 2-ге дейін 2 электронды беріп жіберген. 2 электронды беріп жіберіп, +2 зарядқа ие болды. Ал мына жерде қараңыз, 5-тен 4-ге қарай азайып отыр. Біз азайғанда ойлаймыз да, мынау 5-тен 1 электронды беріп жергенде 4 болып отыр деп ойлауымыз мүмкін. Алайда бұл жерде керісінше азайып отырғандықтан қосылып отыр. Керісінше болады, ойымыздың керісіншесі болады да. Бұл жерде мысалы 5-тен 4-ге қарай азаю керек негізі іс жүзінде, алайда бұл жерде электронды өзіне қосып алып, бір санға кеміп отыр. Яғни бұл жерде 1 электрон. 1 деген жазылмайды, сондықтан мына жерде электронның өзі болады. Яғни 1 электрон қосып алып, n+4 тоту дәрежесіне ие болып отыр. Енді осы тоту дәрежелерін біз мынау қатарға жазамыз. 1, мынау 2 электрон, 2. Енді бір-біріне жазамыз. 2-ні мына жерге, 1-ді мына жерге. Біз ешқайдан санды алған жоқпыз, осы электрондардың сандарын пайдаланамыз. Енді осы сандарды біз формулалардың алдына қоямыз. Яғни бұның бәріне қоймаймыз, тек қана қараңыз, 1-ді цинктардың алдына қоямыз. Яғни цинк 0-ге қоямыз, цинк эквивалентінің алдына 1 қоямыз. Яғни 1 жазылмайды, жазбасақ та болады 1 деп. Одан кейін 2-ні біз n+5 тоту дәрежесіне, қараңыз, 2 дегенді. Мына жерде реакцияға дейінгі +5, 2 деп қоямыз. Одан кейін n+4-ге қоямыз. 2 деген тоту дәрежені. 2-ні, яғни бұлар уже коэффициент болып кетеді. Бізде электрондар етін, енді бұны біз ауыстырып, біз бұны коэффициент ретінде жазамыз. +4-тің алдына 2 қоямыз. Мына +4 тоту дәрежесі 2. Мінекей 2 қойдық. Енді салыстыратын боламыз. Бірінші цинк, мына жерде цинк 1, цинк 1. Өйткені қараңыз, алдында коэффициенті де 1, индексі де 1, мына жерде коэффициенті 1, индексі 1, сондықтан да біз 1 деп айтып отырмыз. Одан кейін азоттарды санайық. Азотымыз мына жерде, азот алдында 2 азот реакцияға дейін. Мына жерде азот қараймыз. Жақша сыртында 2 бар, сондықтан 2 мына азотқа тиісті, яғни азот 2, мына жердегі азотпен 4, мына алдында 2 тұр. 4 азот, мына жерде 2 азот теңесу үшін мынаның алдына 4 қоямыз. Яғни бізде 4 азот, мына жерде 4 азот болды.
Енді оттегілерін санайық. Оттегісі 4 көбейту 3 12, яғни бізде оттегіміз реакцияға дейін 12. Реакциядан кейін қараңыз, мына оттегін санайық. 3 көбейту 2 6. 6, мына жерде 2 көбейту 2 4. 6-ға 4-ті қоссақ 10. 11, мына жерде бір оттек бар. Енді бізде мынау 12 болып тұр, мына жақтағы реакцияға дейін. Реакциядан кейін 11 болып тұр. Теңесу үшін әрине мына жерге 2 қоямыз. Сол кезде 12 болады екен. Яғни 3 көбейту 2 6. 6 оттегі, 2 2 4. 4-ке 6-ны қоссақ 10. Мынаумен 12. Қараңыз, мынау 2, мынау оттегіге тиісті. Сондықтан да 12 оттегі тең. Сутегін қараймыз. Сутегіміз мына жерде 4 болып тұр. Алдында 4 деген коэффициент тиісті болады. Ал реакциядан кейін 2 көбейту 2 4, яғни сутегіміз тең, цинк тең, яғни бұл жерде барлығы тең. Мінекей осылай реакция теңдеуін теңестіреді екенбіз. Бұл жерде ең бастысы сіз осы тотығу дәрежелерін дұрыс қоя білуіңіз керек, және де электронды берді немесе қосты, соны дұрыс түсініп алсаңыз, барлығы керемет ойдағыдай болады. Және кез келген осындай күрделі реакцияларды көп ойланбай өзіңіз істей алатын боласыз. Осы видео сізге пайдалы болатын болса, лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз.